Негізі көп балдар сұрақ қояды ғой. Қалай бизнес бастадың, қалай ақша істейсің. Ол нәрселерді айта бермеймін да мен. Бірақ көбінесе қателігі адамдардың өздеріне қатты сенеді да, Аллаға сенбей. Бұл жерде тауаккүл деген нәрсе бар. Бұл тауаккүл деген нәрсе амалдың бәрін жасайсың, рисковать етесің, бизнес жасайсың, бірақ амал оның результатына қатты қадалмайсың. Результатын Аллахқа тапсырып қоясың да, и бүкіл амалды жасай бересің. Сол кезде сен 100% доверияға кіресің да уже. Аллахқа доверять етесің. Тотальное доверие дейді ғой. Сол сияқты, мысалға, мен қазір 19-дан осындай результаттарға жетесің. Және рисковать етудің вообще қорықпау керек. Минусқа кірсең, уже опыт болады. Басқа нәрседен тоже опыт болады. Жасай беру керек, так главное. Бір Аллаға сендің. Ол Аллахқа сеніп бизнес бастау, минусқа кірмейсің да, иншаллах. Просто берді де, былай. Ол сендім де бастай салу емес. Неде? Стратегия жасау, оны анализ жасау. Амал деген сол ғой, жаңа амалдың бәрін жасайсың, результатты Аллахқа тапсырасың. Сол сияқты. И көбісінің сұрайтыны идеальный моментті күтіп жүрмін дейді да ше. Но идеальный момент ешқашан келмейді. Точно айтам, келмейді ол момент. Сол идеальный моментті сен өзің создать ету керексің. Мысалға мен бизнестің түрімен біраз уақыт айналыстым. Сол бизнестің түрімен айналысқаннан кейін ол жерде уже қатайдым, істедім. Енді қазір жаңа салаға кіріп жатырмын. Ол салада бір опыт жоқ менде. Жанымда опытный адамдар да жоқ. Бірақ мен результатты жаңағыдай тәуекел етіп, бір сөзбен айтқанда қазақша тәуекел ғой. Аллахқа тапсырдым. Иншалла жаңағы қайырлысы болар деп, жаңағы новый бизнесті бастап отырмын да. Ол сияқты және мен блог не үшін бастадым? Подписчиктер жинап, олардан ақша істеу емес, олардан бір пайда көру емес. Мен көбінесе менен жастыларға, менен кішілерге және менен үлкендерге де мотивация болсын дедім да. Дұрыс па? Өте дұрыс. Подписка!